Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі тақырыбымыз қонақтар әңгімесі. Екінші сабақ, яғни кейіпкерлерге арналмақ. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтерін жасалу тәсілдері тұрғысынан анықтау және осы сабақтағы бағалау критерийіміз көркем шығармадағы кейіпкерлердің типтік ерекшеліктерін анықтауымыз қажет. Сонымен қатар шығармадағы кейіпкерлердің мінездерін талдаймыз. Суреттен не байқап тұрсыздар, нені көріп тұрсыздар? Бүгінгі сабақтың тақырыбына қандай қатысы бар деп ойлайсыздар? Төлен Әбдіковтің қандай шығармаларын білесіздер? Төлен Әбдіков қай суретте бейнеленген? Көріңіздерші. Ортада тұрған осы қонақтар әңгімесінің авторы Төлен Әбдік. Мына суреттерге назар аударсаңыздар, иллюстрациялық суреттерге, бұл суреттерде осы қонақтар әңгімесінің мазмұнын бүтіндей бір сурет ретінде берген. Алғашқы суретіне назар аударамыз. Алғашқы суретіндегі қай кейіпкер? Алғашқы суреттегі Ерекең дейді, яғни ол кісінің аты кім еді? Ерекең, Ерғабыл шал. Бірінші суретте көңіл күйі қандай болып жүр, не істеп жүр? Ал екінші суретте қандай? Ол нені қарап тұр, нені еске алып тұр Ерғабыл шал? Үшінші суретте кемпірі екеуі қандай әңгімені айтты, не істеді олар? Ал төртінші суретте кімдері келді үйге? Атасы не істеп жатыр? Одан кейінгі алтыншы суретте қаладан ұлдары келгесін, ұлы келгесін, қонақтар шақырғаны бейнеленген. Ал келесі жетінші суретте ол кісілердің көңіл күйі жоқтығы қонақтықтың кезіндегі. Ал сегізінші суретте Атайдың, Ерғабыл шалдың көңіл күйінің болмауы, және соңғы тоғызыншы суретте баласының кетіп бара жатқандығы бейнеленген. Осы суреттер арқылы тақырыпты есімізге түсірдік, оқиға желісін есімізге түсірдік. Олай болса сабағымызға кірісейік. Бүгінгі тапсырмамыз кейіпкерлерге тура және жанама мінездеу беру. Кейіпкерлер Сапабек, Тома, Жеңіс деп алайық. Сапабек деп отырғанымыз Ерғабыл шалдың ұлы, ал Тома деп отырғаны Сапабектің әйелі, яғни Ерғабыл шалдың келіні. Ал Жеңіс деп отырғаны оның Ерғабыл шалдың немересі, яғни Сапабектің ұлы. Енді оқушылар біз мінездемені жақсы білуші едік. Енді тура және жанама мінездеме дегеніміз не дейтін болсақ, тура мінездеу бұл автордың өз сөзімен мінездеуі. Мысалы, оның мінезі ашық, немесе ақ көңіл, немесе тұйық, ашушаң деген секілді автор өз сөзімен баяндайтын болса, шығармада сондай сөйлемдер кездесетін болса, бұл тура мінездеуге жатады, мінездемеге жатады. Ал егер де оның қандай екенін айтпай, бірақ оның жасаған іс-әрекеті, сөйлеген сөз арқылы біз оның қандай адам екенін біліп түсіне алатын болсақ, онда ол жанама мінездеуге жатады. Бұл қонақтар әңгімесін оқу барысында Сапабектердің үйге келуінен бастап, олардың қандай екенін білуге болады. Ерғабыл шал мен кемпірдің әңгімесінен де олардың қандай екенін түсіне бастауға болады. Мысалы, байқасаңыздар, Жеңіс атасына бірден келе қоймайды. Осы жерде нені байқауға болады? Жанама мінездеуден. Жеңіс атасына бірден келмеді деп, және ол атасынан істемеген, ол қай жақтың баласы, оның мінезі қандай сонда? Яғни Жеңіс қалада өскен бала, қаланың баласы, ол атасына үйренбеген, яғни жатырқап тұр ауыл адамдарын. Және де ол қазақ тілінде біле ме, білмей ме, сөйлей ала ма, сөйлей алмай ма? Сонда жазсаңыздар болады. Бұл тура мінездемеге жата ма, әлде жанама мінездемеге жата ма? Қалай ойлайсыздар? Сөйтіп қонақтар жиналады. Қонақтар жиналғаннан кейін Тома сипатталады.
Томаны қалай сипаттайтын еді автор? Оның епсіздігін сипаттайды, яғни қала қыздарына тән епсіздікпен кішкентай қиықша көрпенің үстіне қалай отырарын білмей біресе қолымен жер тіреп бір жамбастап жұрттың сөздеріне толық түсіне қоймай әркімге бір қарап үнсіз отырды дейді. Осы жерден епсіз дегенді алып тура мінездеуге жазсаңыздар болады. Өйткені автордың өзі айтып тұр, иә. Ал жанама мінездеуге мысалы Томаның баласына зекуі, осы жерде ұрсып жібереді ғой балалар. Өзенге бара жатыр, мен де ойнайыншы деген кезде баласына ұрсып жібереді. Сол кезде дауысы шаңқ ете қалғандай болды. Өйткені осы кезде шалдар оқыс жалт қараған еді. Тома ұялғандай болып баласының құлағына зәрін төгіп сыбырлады дейді. Осы жерде жанама мінездеу бар. Томаның іс-әрекеті сөзі арқылы оған басқа адамдардың реакциясы, олаған қабылдау арқылы осы жерде Томаның қандай екенін білдіріп тұр. Тома ұрысқақ, баласына қатты ұрсады. Үлкен адамдардың көзінше әдеп сақтамайды. Бұл жанама мінездеуге осылай жазсаңыздар болады. Және Сапабекке оның айтып отырған әңгімесіне қарап, оның қандай адам екенін білуге болады. Ол шетелдегі әңгімелерді, Марокко, Италия, Будапешт, Лондонға барған әңгімелерін айтып отыр. Соған қарап оның қандай екенін білеміз. Біз оның көз ашық оқыған азамат екенін білеміз. Оны біз жанама мінездеуге жазамыз. Осылайша толтырасыздар. Келесі мына жерде сіздерге мүмкін болған жауаптарды ұсынайық. Суреттеу. Сапабектің суреттеу: ат жақты, қапсағай сары жігіт. Тома омырау жеңдері ашық шұбар көйлек киген, шашын қидырған, топ-толық ақ сары ажарлы келіншек. Жеңіс аяқ қолы шидей, алтылар шамасындағы ұл бала. Оқушылар осыны қарап отырсаңыздар, осы суреттеудің өзінде бір астарында бір мінездеу бар сияқты байқасаңыздар. Оның киімі арқылы, оның шаш қойысы, тұрысы, жүрісі арқылы да оның несін білуге болады, адамның мінезін білуге болады. Бұл қай мінездеуге жатады? Тура ма, әлде жанама ма? Әрине жанама мінездеуге жатады. Келесі тапсырма: фило кестесін толтырыңыздар. Осындай 4 бағаннан тұрады: деректер, идеялар, сұрақтар және іс-әрекеттер. Бірінші бағанға деректердің астында шығармада кейіпкер бейнесін ашатын деректер жинау. Мына жерде сіздерге үлгі көрсетілген. Осы бойынша тағы да деректер жинасаңыздар болады, немесе осы жерден көшіріп ала қойсаңыздар болады. Идеялар: кейіпкерлер туралы өзіңнің ой пікірің және шығарманың идеясы. Сіз осы кейіпкерлер, 3 кейіпкер туралы, 3 қаладан келген қонақ туралы не айтасыз, не ойлайсыз? Өзіңіздің пікіріңіз жазыңыз, идеяңыз жазыңыз. Бұлардың іс-әрекетіне сіздің көзқарасыңыз қандай, соны жазыңыздар. Сұрақтар: кейіпкерлердің образдық тұлғасын ашатын сұрақтар қойыңыздар. Ол қандай адам, ол не істеді деген секілді сұрақтар дайындаңыздар. Және іс-әрекеттер: автордың кейіпкерді суреттеуде қолданған тәсілі. Бұл жерде қандай тәсілдер қолданылған? Мысалы, көркемдегіш құралдар бар ма? Теңеу, метафора, эпитет бар ма? Әлде диалог арқылы, байқасаңыздар, бұл жерде олардың сөзі арқылы, сөйлеген сөзі арқылы олардың қандай адам екендіктерін көрсетіп тұр. Осы жерге осылай диалог деп жазсаңыздар болады. Және көркемдік құралдарды тауып көріңіздер осы кейіпкерлерді суреттеуге байланысты. Және сабағымызды қорытындылайтын болсақ, попс формуласымен сабақты қорытындылайық. Менің ойымша бұл шығарманың кейіпкерлері мынадай деп жазыңыздар. Себебі ол мен оны былай деп түсіндіремін деп дәлел келтіріңіздер.
оны мен мына фактілермен мысалдармен дәлелдей аламын деп толықтыра кетсеңіздер болады. Және осыған байланысты мен мынадай қорытынды шешімге келдім, немесе мен қорытындылай болсам, кейіпкерлер осындай деген шешімге келдім деп аяқтаңыздар. Кері байланыс жасасаңыздар өте жақсы. Бүгін сіз үшін не маңызды және не қызықты болды? Сіз қандай сұрақ бойынша нақты жауап алдыңыз? Сіз үшін бүгін не қиын болды? Сіз психологиялық ортаны қалай бағалайсыз? Сіз үшін не жеткіліксіз болды? Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.